Назар аударыңыз. Бұл отбасылық шиеленістер арнасының авторлық әңгімесі. Оқиға көркем шығарма ретінде жазылған. Кейіпкерлер мен оқиғалар ойдан құрастырылған. Бейнені немесе мәтінді авторның рұқсатынсыз толықтай көшіруге, қайта жүктеуге және өз атыңыздан жарияламауыңызды сұраймын. Авторлық еңбекті құрметтегеніңіз үшін рахмет. 50 жасқа келгенше мені жұрттың бәрі бір сұрақпен мазалайтын. Сен әлі тұрмысқа шықпадың ба? Ал мен болсам, жыл сайын сол сұраққа күлімсіреп жауап беретінмін. Бұйырмаған шығар. Бірақ ешкім менің сол бір ауыз сөздің артында қаншама көз жасы, қаншама сағыныш, қаншама жоғалтқан арман жатқанын білмейтін. Менің атым Гүлнәр. Биыл 50-ге толдым. Өмір бойы мұғалім болып жұмыс істедім. Ауылдағы балалардың талайын оқыттым. Қазір сол балалардың өзі немере сүйіп отыр. Көшеде кездессе, апай, амансыз ба? Деп құшақтап жатады. Ал мен кешкісін үйге келгенде 4 қабырға ғана қарсы алатын. Жалғыздыққа үйренген адам сияқты көрінгенімен, кей түндері үнсіз жылайтынмын. Жастау кезінде құда түсушілер көп болды. Бірі кәсіпкер еді, бірі аудан әкімдігінде істейтін, бірі шетелде жұмыс істейтін. Бірақ ешқайсысына жүрегім дауаламады. Жүрегім әлдеқашан бір адамға тиесілі еді. Сол адамды тағдыр менен тым ерте алып кеткен. Содан кейін ешкімді сүйе алмадым. Әкем ерте қайтыс болды. Шешем 4 баланы жалғыз өсірді. Мен үйдің үлкен едім. Інімнің оқуын төредім, қарындастарымды ұзаттым. Анам ауырғанда жанынан шықпадым. Жылдар өте берді. 30, 40, 45, сосын 50. Бір күн айнаға қарап тұрып өзімнен сұрадым. Гүлнәр, сен өзің үшін қашан өмір сүресің? Сұраққа жауап таба алмадым. Анам қайтыс болғаннан кейін үй мүлде қаңырап қалды. Туыстар алғашқы кезде жиі келетін. Кейін оларында өз тіршілігі көбейді. Мереке күндері ғана телефон соғатын. Ал қарапайым күндері үнсіздік. Сол үнсіздік адамды іштен жейтінін бұрын білмеппін. Бір күні жұмыстан келіп шайымды ішіп отырғанмын. Телефоным шыр ете қалды. Бұрынғы әріптесім Сәлима екен. Гүлнәр, ренжімесең бір ұсыныс айтайын. Айта бер. Біздің көш ауданда Серік деген кісі бар. Жасы 58-де. Жесір. Әйшелі 5 жыл бұрын қайтыс болған. Мен үндемедім. Өте тәрбиелі адам. Балалары бөлек тұрады. Өзі жалғыз. Сәлима, қойшы. Неге? Осы жасында емес, дәл осы жасында бақытты болуға құқығым бар. Телефонды қойғаннан кейін ұзақ ойландым. Шынымен, кеш емес пе? 2 аптадан кейін Сәлима тағы хабарласты. Кем дегенде сөйлесіп көр. Көп ойландым, соңында келістім. Алғаш рет сөйлескенде Серіктің даусы өте сабырлы естілді. Сәлеметсіз бе, Гүлнәр ханым? Сәлеметсіз бе? Егер қарсы болмасаңыз, жай ғана танысып көрсек дедім. Жарайды. Әңгімеміз 10 минутқа ғана созылды. Ешқандай артық сөз болған жоқ. Бірақ әлгі 10 минуттан кейін ішімде бір белгісіз тыныштық пайда болды. Келесі аптада тағы сөйлестік. Сосын тағы. Бірте-бірте күн сайын сөйлесетін болдық. Ол маған күн сайын тамақ іштіңіз бе? Шаршамадыңыз ба? Денсаулығыңыз қалай? Деп сұрайтын. Осы қарапайым сұрақтарды маған сұрай беруі, ыңғайлым сұрақтарды маған ешкім көп жылдан бері қоймаған еді. 2 айдан кейін алғаш рет кездесуге келістік. Қаладағы шағын шайхана. Мен жарты сағат бұрын барып отырдым. Қатты толқып отырмын. Есік ашылды. Ішке еңселі, шашына ақ кірген, таза киінген ер адам кірді. Бірден мені таныды. Жымиып, Гүлнәр ханым? Иә, ол орындықты жайлап тартып отырды. Тоқып тұрсыз ба? Мен күліп жібердім. Сәл ғана. Мен де. Екеуміз де жастық шақтағыдай ыңғайсызданып қалғанымызға өзіміз күліп отырдық. Сол кеште 3 сағаттың қалай өткенін байқамай қалдық. Кездесулер көбейді. Бір күні Серік күтпеген жерден. Гүлнәр, мен қалған өмірімді жалғыз өткізгім келмейді. Мен де солай. Егер қарсы болмасаңыз, маған тұрмысқа шығыңыз. Жүрегім дүрсілдеп кетті. 50 жаста адам дәл бұлай толқиды деп ешқашан ойламаппын. Бірнеше күн ойланып жүрдім. Соңында келісемін дедім. Тойымыз өте қарапайым өтті. Тек жақын туыстарымыз ғана жиналды. Бәрі осындай күнді көп күттік. Екеуің де бақытты болыңдар. Кеш болса да керемет жұпсыңдар, деп ақ батасын берді. Сол түні мен жаңа өмірдің табалдырығын аттадым. Ішімде қуанышпен қатар
қорқыныш та болды. Жаңа өмір басталады. Таң атты. Мен ас үйде шай дайындап жүргенмін. Серік үнсіз келіп, маған ұзақ қарап тұрды. Жүзінде таңданыс бар еді. Гүлнәр? Иә? Ол бір сәт үнсіз қалды да, жай ғана. Мен өмірімде мұндайды күтпеппін. Сен қызда екенсің. Менің қолымдағы кесе дір етіп кетті. Өмір бойы ешкімге айтпаған құпиям дәл осы сәтте арамызға үнсіз кіріп келген еді. Серіктің соңғы айтқан сөзі құлағымнан кетпей қойды. Сен қызда екенсің. Ол мұны мысқылдап емес, шын таңғалып айтты. Мен үндемедім. Қолымдағы кесені үстелге жайлап қойдым. Бөлмені ауыр тыныштық басты. Серік маған ұзақ қарап отырды. Гүлнәр, мен сені ренжіткім келген жоқ. Білемін. Бірақ, шынымды айтсам, мен мұндай болады деп ойламадым. Мен басымды төмен салдым. 50 жыл бойы ешкімге ашпаған сырымды енді айтуым керек екенін сездім. Сенен бір нәрсе сұрасам бола ма? Деді ол жай ғана. Сұра. Бұған дейін расымен ешқашан тұрмыс құрмағансың ба? Жоқ. Ешкіммен бірге тұрған жоқсың ба? Жоқ. Неге? Осы неге деген сұрақты өмірімде жүздеген рет естіген шығармын. Бірақ бүгінгі сұрақтың салмағы мүлде басқа еді. Бұл жолы сұрап тұрған менің күйеуім. Мен терең дем алдым. Оның жауабын бір ауыз сөзбен айту қиын. Серік үнсіз тыңдап отырды. Мен 24 жасында тұрмысқа шығуға дайындалдым. Сонда, үйлену тойына 10 күн қалғанда бәрі өзгерді. Мен ары қарай жалғастыра алмадым. Көзіме жас келді. Серік орнынан тұрып жаныма келді. Егер айту қиын болса, қинамаймын. Жоқ. Бір күні бәрібір айтуым керек еді. Бірақ дәл сол сәтте есік қоңырау соғылды. Есікті ашсақ, көрші апай екен. Келін, шайың бар ма? Мен жымиып қарсы алдым. Ол үйді бір шолып қарап шықты. Екеуің жарасып тұрсыңдар. Бірақ оның көзі үстелдегі екі кесеге емес, менің жүзіме көбірек тоқтады. Әйелдер бір-бірінің көңіл күйін сөзсіз ақ түсінеді. Бәрі дұрыс па? Иә, апай. Жарайды онда. Ол кетіп қалды. Бірақ жаңа ғана басталған әңгімеміз үзіліп қалды. Кешке қарай Серік телефон ұстап отыр екен. Бір кезде, Гүлнәр, ертең балаларың келеді. Жүрегім бір түрлі болып кетті. Барлығы келе ме? Ұлым да, қызым да. Олар мен туралы не біледі? Үйленгенімізді ғана. Қуанды ма? Серік бірден жауап бермеді. Сосын баяу ғана. Әлі қабылдай алмай жүр. Мен күлімсіреген болдым. Ішімнен бәрін түсіндім. 58-дегі әкесінің қайта үйленгенін кез келген бала бірден қабылдай бермейді. Ертеңіне түске қарай есік ашылды. Алдымен ұлы кірді. 40-тарға келген іскер адамға ұқсайды. Артынша қызы келді. Сәлем берді. Бірақ жүздерінен суықтық байқалып тұрды. Мен дастархан жайып қойғанмын. Келіңіздер. Ұлы жай ғана басын изеді. Ал қызы, әке, сөйлесуіміз керек деді. Ас үстінде ешкім дұрыс сөйлеген жоқ. Мен шай құйып отырдым. Кенет қызы. Әке, сен шынымен асығыс шешім қабылдадың. Серік сабырмен. Неге олай дейсің? Өйткені бұл кісіні мүлде танымайсың. Мен үндемедім. Ұлы да сөзге араласты. Қазіргі заманда кімге сенуге болады? Не айтқың келіп тұр? Жалғыз еркектерді пайдаланып кететін адамдар аз емес. Үстел үстіндегі үнсіздік бұрынғыдан да ауырлай түсті. Серік бірден. Тоқтаңдар. Біз тек өз ойымызды айтып отырмыз. Мен сол сәтте орнымнан тұрдым. Шай құйып келейін. Шын мәнде көзіме жас келіп кеткен еді. Ас үйге кіргенімде қолым қалтырап тұрды. Міне, басталды. Мен дәл осындай жағдайдан қорыққанмын. Сол кезде артынан Серік кірді. Ренжіме. Олар да сені уайымдайды. Білемін. Уақыт өте бәрі өзгереді. Мен басымды изедім, бірақ көңілімде бір ауыр сезім қалды. Кешке балалар кетіп қалды. Үй тағы да тынышталып қалды. Серік теледидар қарап отырды. Мен ескі сандықтың қақпағын аштым. Ішінде сарғайған суреттер, ескі орамал, бірнеше хат және 50 жылға жуық ешкімге көрсететпеген бір ғана фотосурет жатты. Мен суретке ұзақ қарап қалдым. Серік байқап қойды. Бұл кім? Мен суретті кеудеме қысып, бұл менің өмірімдегі жалғыз сүйген адам. Серік суретті қолына алды.
бірнеше секунд үнсіз қарап тұрды. Жүзіндегі күлкі бірден жоғалып кетті. Демек, сен оны әлі ұмытпағансың ба? Мен жауап беруге үлгермедім. Себебі дәл сол сәтте Серіктің телефоны шырылдап қоя берді. Экранда бір ғана жазу тұр еді. Бұл суреттегі адам туралы сіз білмейтін шындық бар. Серік қабағын түйіп қалды. Бейтаныс нөмір екен. Ол қоңырауды көтерді. Тыңдап тұрмын. Ар жақтан бір әйелдің даусы естілді. Сіз Серік мырзасыз ба? Иә. Мен сіздің жарыңыз Гүлнәрге қатысты маңызды нәрсе айтқым келеді. Егер қарсы болмасаңыз, ертең кездескім келеді. Кімсіз? Ертең бәрін өзіңіз түсінесіз. Қоңырау үзіліп кетті. Үйдің ішін тағы да ауыр үнсіздік басты. Серік телефонын үстелге қойды. Мұл не болды? Мен де абдырап қалдым. Білмеймін. Сен біреуді танисың ба? Жоқ. Бірақ жүрегім әлденен сезгендей дүрсілдеп кетті. Түні бойы көзіме ұйқы кірмеді. Кім болуы мүмкін? Неге дәл қазір? 50 жыл бойы жабық жатқан өткен өмірім қайта оянғандай болды. Ертеңіне түске қарай есік қағылды. Серік ашып еді. 60-тан асқан әйел тұр екен. Қолында көне қоңыр папка. Жүзі таныс сияқты, бірақ есіме түспеді. Ол маған ұзақ қарап тұрды. Сосын көзіне жас алып, сен Гүлнәрсің ғой? Мен үнсіз басын дезедім. Мен сені соңғы рет 25 жасында көрген едім. Сол дауыс, сол жанар кенет есіме түсті. Сіз Аймансыз ба? Әйел басын изеді. Иә, Айман. Бұл марқұм сүйгені Нұрланның туған қарындасы еді. Мен орындыққа отырып қалдым. Қолым дірілдеп кетті. 50 жылға жуық уақыт өтті. Біз содан бері бір-бірімізді көрмегенбіз. Айман үнсіз жылап отыр. Кешір мені. Не үшін? Біз сені іздей алмадық. Неге? Өйткені сол кезде бәрі астан-кестен болды. Серік үндемей тыңдап отыр. Айман папканы ашты. Ішінен сарғайған хат шықты. Конверттің сыртында өз қолымен жазылған атым тұр. Гүлнарға. Жүрегім тоқтап қалғандай болды. Бұл қалай? Айман көз жасын сүртті. Бұл хатты Нұрлан саған жазған. Мен орнымнан атып тұрдым. Мүмкін емес. Ол жол апатына түсерден бірнеше сағат бұрын жазған. Бірақ маған ешкім берген жоқ қой. Бере алмадық. Айман ауыр күрсінді. Нұрлан қайтыс болғаннан кейін әкем де қатты ауырып қалды. Анамның да жағдайы нашарлады. Сендерге баруға ешкімнің шамасы келмеді. Сосын уақыт өте берді. Ал хат сандықта қалып қойды. Біз оны жуырда ғана үйді жөндеп жатқанда тауып алдық. Менің көз жасым тоқтар емес. 50 жыл. 50 жыл бойы бұл хат мені күтіп жатқан екен. Дірілдеген қолыммен конвертті аштым. Ішінде бір ғана парақ. Қолтаңбасы да таныс. Мен оқи бастадым. Гүлнәр, егер бұл хат саған жетсе, демек біз жақында үйленеміз. Сен менің өмірімдегі ең үлкен бақытымсың. Егер ертең не болса да, ешқашан өз өміріңді тоқтатпа. Бақытты бол. Егер мен болмай қалсам да, бір күні міндетті түрде тұрмысқа шық. Мен соны қалаймын. Хаттың соңына келгенде көзімнен жас парлап кетті. Мен дәл осы сөздерді 50 жыл бұрын оқығанда, бәлкім өмірім мүлде басқаша болар ма еді? Серік жайлап қасыма келді. Хатты үнсіз қолына алды. Оқып шықты. Сосын маған қарады. Гүлнәр, мен үндемедім. Ол бірінші рет менің өткенімді толық түсінгендей болды. Сен жарты ғасыр бойы осы қайғыны жалғыз көтеріп жүрдің бе? Мен ақырын ғана. Иә. Ешкімге айтпадым ба? Айтпадым. Неге? Айтсам, ештеңе өзгермейтін еді. Айман орнынан тұрды. Менің келуімнің тағы бір себебі бар. Ол папканың ішінен тағы бір құжат шығарды. Нұрланның күнделігі. Күнделігі? Онда сен туралы көп жазылған, бірақ мен оны бүгін бере алмаймын. Неге? Өйткені оны алдымен бір адам көру керек. Кім? Айманның жүзі күрт өзгерді. Нұрланның туған ағасы. Ол қайда? Айман ауыр демалды. Ол сені көп жылдан бері іздеп жүр. Дәл сол сәтте ауладан көлік тоқтаған дыбыс естілді. Терезеден қарасақ, қара түсті жеңіл көліктен ең кезерде ер адам түсіп,
біздің үйге қарай асықпай келе жатты. Менің жүрегім әлденені сезгендей дүрсілдеп кетті. Айман орнынан тұрып: «Келді», деді. «Кім?» «Ағам, Болат». Бірнеше секундтан кейін есік қоңырау соғылды. Серік барып есікті ашты. Есіктің алдында жасы 70-терге таяған, бойы ұзын, өңі шаршаңқы ер адам тұр екен. Ол үйге кірген бойда мені көрді. Екеуміздің көзіміз түйісті. Ол үнсіз қалды. Мен де сөйлей алмадым. Ақыры ол ауыр күрсініп: «Сен сынымен Гүлнәрсің бе?» деді. Мен басын изедім. Болат аға орындыққа жайлап отырды. Бөлмеде ешкім сөйлемеді. Сәлден кейін ғана ол үнсіздікті бұзды. «Сен бізді жек көріп кеткен шығарсың?» «Жоқ». «Жек көруге толық құқың бар еді». Мен таңырқай қарадым. «Неге олай дейсіз?» Ол екі қолын тізесіне қойып төмен қарады. «Себебі біз саған бар шындықты айтпадық». Үйдің іші тып-тыныш, тек қабырға сағатының тықылы ғана естіледі. Болат аға сөзін жалғастырды. «Нұрлан қайтыс болған күні сен ауруханаға барғансың». «Иә». «Сол күн есімнен ешқашан кеткен емес. Бірақ сені ішке кіргізбеді». «Иә». «Оның себебі дәрігерлер емес еді». Мен селк ете қалдым. «Сонда кім?» «Әкең». Айман көз жасын сүртіп отыр, ал Болат ағаның даусы дірілдей бастады. «Әкем сол кезде қатты күйзелді. Жалғыз ұлынан айырылып жатқан еді. Ол ешкімді көргісі келмеді, әсіресе сені». «Неге?» «Өйткені Нұрланның барлық арманы сен едің. Әкем сені көрсе, баласының жоқ екен тағы сезінем деп қорықты. Сол себепті сені ішке кіргізбеуді өзі сұрады». Менің жүрегім шым ете қалды. 50 жыл бойы мен неге менімен қоштастырмады деп ойлап келбедім. Жауабы бүгін ғана белгілі болды. «Ал хатшы?» деді мен ақырын. Болат ауыр күрсінді. «Хатты мен жасардым». Үйдің ішін тағы үнсіздік басты. Серік те таңырқап қалды. «Сіз бе?» «Иә». «Неге?» «Жас едім. Ақылсыздық жасадым. Мен ойладым, уақыт өте келе бәрі ұмытылады деп. Бірақ ұмытылмайды екен. 50 жыл бойы осы кінәмді арқалап жүрдім». Ол орнынан тұрып маған жақындады. Қалтасынан ескі кілт шығарды. «Мына кілтті танисың ба?» Мен бірден таныдым. Бұл Нұрлан екеуміз үйленген соң тұрамыз деп жоспарлаған шағын үйдің кілті еді. Көзіммен жас ыршып кетті. «Ол үй әлі тұр». «Қалай?» «Әкем ешкімге сатпады. Баламның арманы деп сақтап кетті». Мен үнсіз жылап отырдым. Серік орнынан тұрып иығыма қолын қойды. «Гүлнәр». Оның да даусы жұмсарып кеткен. «Егер қаласаң, барып көрейік». Мен бірден жауап бере алмадым. Жарты ғасыр бойы баруға батылым жетпеген жерге енді аяқ басам ба? Түстен кейін төртеуміз жолға шықтық. Көлік ауылдың шетіне қарай бұрылды. Бала күніндегі көшелер, ескі мектеп, таныс ағаштар, бәрі өзгерген. Бірақ жүрегім сол 24 жастағы қыздың жүрегі сияқты дүрсілдеп тұр. Ақыры көлік тоқтады. Темір қақпасы тот басқан шағын үйдің алдында тұрмыз. Болат қалтасынан әлгі ескі кілтті алып құлыпқа салды. Кілт сықырлап бұрылды. Есік баяу ашылды. Іште ескі жиһаздар сол қалпы сақталыпты. Шаң басқанмен ешкім қол тигізбегені көрініп тұр. Мен бөлмелерді аралап жүріп, бір бұрыштағы ағаш үстелге көзім түсті. Үстінде шаң басқан көк түсті дәптер жатыр екен. Айман сыбырлап: «Сол, Нұрланның күнделігі». Мен дәптерді ақырым қолыма алдым. Бірінші бетін аштым. Онда ірі әріптермен бір ғана сөйлем жазылыпты. Егер бұл күнделікті Гүлнәр оқып отырса, демек мен оған айта алмаған ең үлкен шындырымды енді біледі. Менің қолым қалтырап кетті, ал Серік үнсіз маған қарап тұрды. 50 жыл бойы ашылмаған дәптер дәл қазір менің қолымда еді. Үйдің іші тым-тырыс. Бәрі менің алғашқы бетті ашқанымды күтіп тұр. Мен терең дем алып, бірінші парақты ақырын аудардым. Алғашқы бетте Нұрланның өз қолымен жазған сөздері тұр екен. Егер бұл күнделікті Гүлнәр оқып отырса, демек тағдыр бізді қоспады. Бірақ мен оның мен туралы ешқашан жаман ойлағанын қаламаймын. Көзім жасаурап кетті. Парақты әр қарай оқыдым. Гүлнәр мені өмір бойы күтіп қалады деп қорқам. Сондықтан егер мен болмасам, ол міндетті түрде өз бақытына ұмтылсын. Мен еріксіз жылап жібердім. Мен күтіп қалдым, Нұрлан. Даусым сыбырдан да бәсең шықты. Келесі бетте біздің алғашқы танысқан күніміз жазылыпты. Мектеп бітіру кеші, алғашқы гүл, алғашқы серуен, алғашқы хат. Әр оқиға күніне дейін жазылған. Мен ұмытып кеткен ұсақ-түйек сәттердің бәрін Нұрлан ұмытпапты. Серік те үнсіз тыңдап отыр. Бір сәтте ол: «Оқи бер», деді жай ғана.
Күнделіктің ортасына келгенде бір сөйлем бәрімізді тоқтатты. Егер мен қайтып келмесем, Гүлнардың күнәсі жоқ. Оны ешкім айыптамасын. Мен таңырқап Болат ағаға қарадым. Неге бұлай жазған? Болат күрсінді. Өйткені сол кезде ауылда өсек тарады. Қандай өсек? Кейбір адамдар Нұрлан дәл сол күні Гүлнарға сыйлық алуға кеткенде апатқа ұшырады деді. Мен есеңгірек қалдым. Сонда адамдар мені кінәлады ма? Айман көз жасын сүртіп. Иә. Бірақ біз саған оны айтпадық. Себебі сенің өз қайғың өзіңе жетіп тұрған еді. Сол сәтте мен өткен өмірімнің тағы бір ауыр шындығын білдім. Ауыл адамдарының кейбірі мені кінәлаған екен. Сол себепті мені көргенде сыбырлап сөйлейтіндерін енді түсіндім. Ал мен олардың неге олай қарайтынын жарты ғасыр бойы білмей келіппін. Күнделіктің соңғы беттеріне жақындағанда ішінен кішкентай ақ конверт түсіп кетті. Конверттің сыртында үйленген күнімізде ашамыз деп жазылыпты. Менің жүрегім шым ете қалды. Бұл біз ешқашан бірге аша алмаған хат еді. Қолым қалтырап конвертті аштым. Ішінде жалғыз Сақина жатыр. Сол күні маған тағылу дейіс неке жезігі. Мен Сақинаны алақаныма салдым. Көз жасым тоқтар емес. Серік жайлап қасыма келді. Ол Сақинаны қолына алып ұзақ қарады. Сосын күтпеген сөз айтты. Гүлнар, мен басымды көтердім. Мен бүгін сені қызғанып тұрған жоқпын. Мен таңырқай қарадым. Мен бүгін сенің қандай ауыр тағдыр көтергеніңді ғана түсіндім. Егер сен сол кезде бақытты болғанда, бәлкім бүгін мен сені кездестірмес едім. Ол сөзінді бөлмей тыңдады. Бірақ тағдыр бізді бүгін жолықтырды. Сол үшін өткенге емес, қалған өмірімізге ренжімейік. Мен көз жасымды сүртіп, оның қолынан ұстадым. Алғаш рет өзімді толық түсінген адам жанымда тұрғанын сезіндім. Біз үйден шығуға дайындалып жатқанда Болат аға кенет тоқтады. Мен сендерге тағы бір нәрсе көрсетуім керек. Ол ауладағы ескі сарайға қарай беттеді. Есікті ашып еді. Іші шаң басқан жиһазға толы екен. Бір бұрышта ақ мата жабылған үлкен зат тұр. Болат матаны жайлап алып тастады. Астынан су, жаңа күйін сақтаған ағаш бесік шықты. Мен аңтаң болып қалдым. Бұл Болаттың даусы дірілдеп шықты. Нұрлан өз қолымен жасаған. Кімге? Бір күні Гүлнар екеуміздің баламыз жататын бесік болады деп жасаған еді. Мен сол сәтте тізерлеп отырып қалдым. 50 жыл бойы сақталған бесікке қолымды тигіздім. Үйдің ішін үнсіздік басты. Ал дәл сол кезде Серіктің телефоны безілдеп қоя берді. Экранға қараған оның өңі бірден өзгеріп кетті. Ауруханадан хабарласып жатыр. Ұлым жол апатына түсіпті. Мен де, Айман да, Болат та қатып қалдық. Менің жүрегім зу ете қалды. Бір сәт бұрын ғана 50 жыл бұрынғы қайғымды еске алып отырғанмын. Енді дәл сондай хабар тағы келді. Жағдай қалай екен? Ауыр. Облыстық ауруханаға жеткізіпті. Серік асығыс сыртқа шықты. Мен де соңынан ердім. Жол бойы ешкім үндемеді. Серік рөлді қысып ұстап алған. Көзімен қорқыныш анық көрінеді. Мен оның иығына қолымды қойдым. Сабыр сақтаңыз. Ол басын изеді. Бірақ көзінен аққан жасты жасыра алмады. Мен баламды жоғалтқым келмейді, Гүлнар. Осы сөзді естігенде жүрегім сыздап кетті. Өйткені дәл осындай сөзді 50 жыл бұрын Нұрланның әкесі де айтқан шығар. Ауруханаға жеткенімізде дәлізде Дастанның әйелі жылап отыр екен. Қасында 2 кішкентай бала. Балалар әкелерін сұрап, ештеңе түсінбей тұр. Келін бізді көре сала орнынан тұрды. Әке, сосын маған қарап сәл кідірді. Бұрын маған салқын қарайтын келін бұл жолы үнсіз ғана басын изеді. Жағдай қалай? Деді Серік. Дәрігерлер операция жасап жатыр. Күту сағаттары өте ауыр өтті. 3 сағат, 4 сағат, 5 сағат. Ешкім ештеңе демейді. Мен үнсіз отырып дұға жасап отырдым. Бір кезде дәрігер шықты. Бәріміз орнымыздан атып тұрдық. Науқастың өміріне әзірге қауіп жоқ. Серік көзін жұмып терең тыныс алды. Бірақ осы бірақ деген сөз бәрімізді тағы тоқтатты. Оған ұзақ уақыт күтім қажет болады. Дастан палатаға ауыстырылғаннан кейін алғаш кірген адам Серік болды. Біраздан соң мен де кірдім. Дастанның жүзі бозарып кеткен. Ол көзін ашып маған қарады. Әлсіз ғана. Сәлеметсіз бе? Аман бол, болам. Бірнеше секунд үнсіз жатты. Сосын күтпеген жерден: кешіріңіз,
Мен таңырқап қалдым. Не үшін? Мен сізді дұрыс түсінбедім. Даусы әрең шығып тұр. Үйге алғаш келген күнімізде сіз туралы жаман ойладым. Өткен өтті. Жоқ. Кешіріңіз. Мен оның қолынан ұстадым. Ең бастысы аман қалдың. Келесі күндері Серік жұмыстан қолы босай алмады. Дастанның әйелі 2 балаға қарайды. Сондықтан ауруханада көбіне мен қалдым. Тамақ апардым, дәрісін бердім, дәрігер шақырдым. Түнде қасында отырдым. Бірде Дастан маған қарап, неге бұлай жасап жүрсіз? Не үшін? Мен сізге жақсы қараған жоқпын ғой. Мен күлімсіредім. Ана деген өкпені ұзақ сақтамайды. Ол үндемей қалды. Сол күні алғаш рет, анашым, су бере аласыз ба? Деді. Менің көзіме жас келді. Бұл сөзді естимін деп ешқашан ойламаған едім. Бір аптадан кейін Дастанның қарындасы Әсел де келді. Ол да маған жақындап, Гүлнар апай, жоқ, анашым, кешіріңіз, мен сізді мүлде басқадан деп ойлаппын. Мен оны құшақтап алдым. Бәрі артта қалды, қызым. Сол кеште Серік екеуміз аурухананың ауласында отырдық. Күн батып бара жатыр. Ол ұзақ үнсіз отырды. Сосын маған бұрылып, Гүлнар, иә, менің балаларым сені қабылдайды деп ойламағанмын. Уақыт бәрін өзгертеді екен. Жоқ, оларды өзгерткен уақыт емес. Сенің адамгершілігің. Мен үнсіз жымиып қойдым. Серік қалтасынан кішкентай қорап шығарды. Мен мұны саған кейінірек берем деп ойлағанмын. Қораптың ішінде әдемі алтын сақина тұр екен. Бұл не? Біздің некеміздің шынайы белгісі. Бірақ бізде сақина бар емес пе? Бар. Бірақ мен бүгін саған тағы бір уәде бергім келеді. Ол сақинаны қолыма тағып жатып, өткен өмірінде ешқашан қызғанбаймын. Өйткені сол өткен өмір сені бүгінгі Гүлнар етіп қалыптастырды. Ал мен дәл осы Гүлнарды сүйемін. Мен көз жасымды тыя алмадым. Бірақ дәл сол сәтте палата жақтан медбике жүгіріп шықты. Дастанның жағдайы қайтадан күрт нашарлап кетті. Серік орнынан атып тұрды. Екеуміз де палатаға қарай жүгірдік. Бізді сыртқа шығарып жіберді. Серік 2 қолмен басын ұстап орындыққа отыра кетті. Жоқ, тек аман қалсын. Мен оның жанына барып үнсіз отырдым. Бұл жолы ештеңе айта алмадым. Кейде сөзден бұрын үнсіздік жұбатады. Жарты сағаттай уақыт өткен соң палата есігі ашылды. Дәрігер сыртқа шықты. Жүзінен шаршағаны байқалады. Серік орнынан ұшып тұрды. Дәрігер, балам қалай? Дәрігер күлімсіреп, қорқатын ештеңе жоқ. Жағдайы тұрақталды. Серік көз жасын жасыра алмады. Рахмет. Бірақ толық сауығу үшін бірнеше ай қажет болады. Біз терең тыныс алдық. 2 ай өте шықты. Бастан біртіндеп аяққа тұрды. Қызы Әсел де күнде келіп тұрды. Немерелер болса, мені көрсе жүгіріп келетін болды. Әже! Осы сөзді естіген сайын жүрегім жылып сала беретін. Бір кездері бос тұрған үйім енді балалардың күлкісіне толды. Бір күні бәріміз дастархан басында отырғанбыз. Бастан орнынан тұрды. Қолында бір қағаз. Әке? Я балам? Менің сіздерге айтарым бар. Бөлмеші тына қалды. Мен алғашында Гүлнар апайды қабылдай алмадым. Тіпті оған сенбедім. Бірақ ауруханада менің қасымнан бір сәт кетпегенде сол кісі болды. Өз туған анамдай қарады. Сондықтан ол маған бұрылды. Егер рұқсат етсеңіз, мен сізді бүгіннен бастап анам деп атаймын. Көзінен еріксіз жас ақты. Рахмет балам. Бастан келіп мені құшақтады. Артынша Әсел де құшақтап. Біз сізді кеш таптық, бірақ енді ешқайда жібермейміз анашым, деді. Күздің бір кешінде Серік мені көлікке отырғызды. Қайда барамыз? Көресің. Көлік қала шетіндегі жаңа көшеге тоқтады. Алдымызда шағын, бірақ әдемі үй тұр екен. Ақ қоршауы бар. Ауласында алма ағаш өсіп тұр. Керемет үй екен. Серік қалтасынан кілт алып қолыма ұстатты. Бұл біздің үй. Мен аң-таң болып қалдым. Қалай? Балалармен ақылдастық. Біз жаңа өмірді жаңа шаңырақтан бастайық дедік. Менің көзіме жас келді. Үйдің ішіне кірдік. Ас бөлмесі кең. Қонақ бөлмесінің терезесінен күн сәулесі төгіліп тұр. Бір бөлменің есігін ашқанда мен қатып қалдым. Бөлменің төрінде баяғы Нұрлан жасап кеткен ағаш бесік тұр екен. Мен Серікке қарадым. Бұл
Болат аға әкеліп берді. Жалғыздыққа үйреніп қалған мен енді үлкен отбасының ортасында отырмын. Кешке Серік екеуміз алдағы орындыққа шықтық. Күн батып барады. Аспан қызғылт түске боялған. Серік маған қарап күлімсіреді. Гүлнар, я? Өкінесің бе? Мен біраз ойланып қалдым. Неге? Өмір бойы жалғыз жүргеніңе. Мен басымды шайқадым. Жоқ. Неге? Өйткені өмірімнің әр күні мені осы жерге алып келді. Егер өткенім басқа болғанда, сені кездестірмеу мүмкін еді. Серік менің қолымда қысты. Екеуміз үнсіз күннің батқанын тамашалап отырдық. Кейде адамдар бақыт кеш келсе, оның керегі не дейді? Мен олай ойламаймын. Өйткені бақыттың өз уақыты болады. Біреуге ол 20 жасында келеді, біреуге 40-та, ал маған 50 жасында келді. Және мен оның бір күнінде қадірлемей өткізгім келмейді. Аяғы